все уволились. Как? Мы уже 3 месяца не выплачивали зарплату персоналу. Когда я начинал работать в этой... Қазақстандағы ең алғашқы комедия болмаса да көрермендердің көңілінен шыққан және кинотеатрларда отандастарымыздың ең көп баратын фильмдерінің бірі болды. Фильм әкесінен қалған қонақ үйді басқара алмаған, жолы болмайтын, жауапкершілігі жоқ, түске дейін ұйықтайтын қызметкерлерге жалақысын төлемейтін жігіт туралы. Мы почти банкроты. Бұл менің сөздерім емес, басты кейіпкердің сенімді көмекшісі Аленнің сөздері. Осы кинодағы тағы бір кейіпкердің айтуынша Аленнің сөздері. Олень? Ален. Фильмнің басында көрсеткендей, Жомарт деген басты кейіпкер. Әкесінің ақшасына кеңінен өмір сүрген, өмірдің тек жеңіл жағын көрген байдың баласы. Мажор, құтырған байдың баласы ғой былайша айтқанда. Қонақ үйді басқара алмағандықтан олардың қарыздары көбейіп, банкрот болуға сәл қалған кезде Жомарт шетелдік инвестор табады. Инвестор Қазақстан көрермендерінің жүрегінде ерекше орын алған Келін телесериалының актері, үнді фильмдерінің жұлдызы Сиддхарт Шукла. Сонымен Сиддхарт пен Нұрлан, Жомарт пен Чакраборти мырза, Митхун Чакраборти, танцор дискадағы Митхун. В общем, екеуі кездесіп, инвестор қонақ үйді жандандыруға көмектесетін болады. Бірақ келіп, тексеріп кететінін айтады. Ал Жомарттың 3 ай айлық алмаған жұмысшылары жұмыстан кетіп қалып, қонақ үй қызметкерлерсіз қалады. Сол кезде ол өзінде айлықсыз жұмыс істеп жүрген туысы бар екенін біледі. Туыстар бір-біріне тегін көмектесе алатынын түсінеді де ауылға кетеді. Вот, осы жерден бастап фильм авторларының персонаждары қаншалықты жақсы ойластырылғанына, қанша персонаж бар бір-бірінен артық болмауына және фильм барысында диалогтарда кейбір ситуацияларда образдарынан шығып кетпегендігіне баға бере аламыз. Лен, айтсан! А что ты умеешь? Водила! Бүкіл айтқаның істейм, вообще өкімейсің ағай! Бірақ одан бұрын маған бұл фильмде ең қатты ұнаған мынандай кадрлар бар. Атамыздың квадрокоптермен мал бағып жүр. Заманауи технологиямен қазақи ауылдың тұрмысы керемет үйлескен. Техника. Дәл осы кадрды ойлап тапқан автор молодец. Четко. Получается у вас. Тағы бір соған ұқсас кадр бар. Ол Сигвеймен шай әкеліп жүрген жеңгеміз. Бұл да күшті кадр. Бірақ Сигвеймен жүріп қонақ күткен шын өмірде ыңғайсыз. Міне, сап-сары алтын келі. Бүкіл фильмнің сюжетін айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Онсыз да барлығын өздеріңіз көрдіңіздер. Басқа да фильмдердің заңдылығы бойынша туыстар келіп көмектеседі. Барлығын қате жасайды, ұрыс болады, айғай-шу болады. Басты кейіпкерлер өзінің қатесін түсінеді. Қарапайым ауылдың қызына ғашық болады, кешірім сұрайды. Соңында барлығы бақытты болады. Жалпы фильм қазақтардың қонақжайлылығы, туыстық қатынастардың маңыздылығы, ауылдық менталитеттің ерекшелігі, адамгершілік қасиеттерін көрермендерге жеткізу мақсатында түсірілген. Сол үшін Нұрлан Қоянбаевқа көп рахмет айтамыз. Блестяще. Және де бұл фильмде Жомарттың ағасының әйелі орыс ұлтынан екенін байқауға болады. Бұл Қазақстанның көп ұлтты мемлекет екенінің белгісі. Және бұл фильмнің кейбір эпизодтарында Төреғали Төреәлі бар. Басқа фильмдерде жұлдыздарды өзінше қылып көрсетсе, бұл фильмде Төреғали қарапайым танымалдықтан зардап шегіп жүрген жұлдыздың рөлінде. Былайша айтқанда, комедиялық тұрғыдағы өз-өзін ойнайды. Кинокритиктардың берген бағасы қанша болса да, халықтың бұл фильмге берген бағасы жақсы екенін білеміз. Жеке менің өзіме де кино ұнады. Бұл фильмнің бизнес показасы Америкада, Африкада және Кореяда деген бөлімдер бар екенін білеміз. 2020 жылы Түркиядағы бөлімі түсірілді. Келесіде қалған фильмдерге қысқаша шолу көргілеріңіз келсе, давай деп коммент қалдырыңыздар. Немесе басқа фильмдерге шолу жасауымыз мүмкін. Рахмет сіздермен болған. Менмен болған сіздер. Не деп тұрмын?